Баршаңызға Алланың сәлемі, бейбітшілігі мен берекесі болсын. Амансыздар ма, қадірменді көрермендер? Бүгінгі тақырып ақша шығармай садақа берудің 7 әдісі. Алланың құлдарының оянатын әрбір күні көктен 2 періште түсіп, олардың бірі: "Иә, Алла, сенің жолыңда қайырымдылық етіп, садақа берушіге несібеңді арттыр" десе, екіншісі: "Иә, Алла, сараңды опат қыл" деп тілейді екен. Бұл садақа беріп, өзгелерге жақсылық жасаған адамның ризығы кеңейіп, несібесі молаятынның, өмірінің берекелі болатынның айқын дәлелі. Бірақ кейде қанша жақсылық жасағымыз келсе де, қалтамыздан ақша шығарып, өзгелерге садақа беруге мүмкіндік тумай жатады. Ал біз жарты құрмамен болса да, өзімізді тозақ азабынан арашалап қалуға бұйырылғанбыз. Ондай жағдайда не істеуге болады? Қалтамызды жұқартпай-ақ жақсылық жасап, сауап табудың жолдары бар ма? Шындығында сауап тапқысы келген адам үшін игілікке апаратын жол өте көп екен. Алла тағала Құранда бұл туралы: "Қайырдан не істесеңдер де, күдіксіз Алла оны біледі." Сонда кім заттың ең кішкентай бөлшегінің салмағындай жақсылық істеген болса, ол оны көреді дейді. Ақша шығармай садақа берудің 7 әдісіне тоқталсақ. Бірінші, күлімдеу де садақа. Пайғамбарымыз: "Еш уақытта шариғаттың рұқсат еткенін елемеуші болма, керек десең, ол бауырыңды күлімдеп қарсы алу тұрғысынан болса да" деп күлімдеудің де өмірде өз маңызы бар екенін ескертіп кеткен. Екінші әдіс: жолдан кедергіні алып тастау. Өзгелерге кедергі келтіретін артық затты алып тастау да сауабы мол игі іс. Себебі пайғамбарымыз: "Мен жәннатта осы дүниеде мұсылмандардың жүруіне кедергі жасағандығы үшін кесіп тастаған ағашының көлеңкесінде рахаттанып жатқан адамды көрдім" деген. Үшінші әдіс: жақсы сөз сөйлеу. Өзінің тақуалығы мен шыншылдығымен танылған Әбу Бәкір жиі тілін қолымен ұстап тартады екен. Хазіреті Омар мұның сырын сұрағанда, "Бұл маған қауіп төндіреді" деп жауап беретін көрінеді. Шындығында Әли ибн Әбу Талиб айтқандай, жүрек таза болғанда ғана тілден әдемі сөз шығады. Ал сіз күнделікті сөйлеген сөздеріңіз арқылы да сауап не күнә арқылай аласыз. Мәселен, біреуге комплимент айту. Комплимент, қошемет, марапат адам көңіліне қуаныш сыйлайтын, марқайтатын сөз. Оны тіпті мотивацияға да айналдыруға болады. Өйткені өзі туралы жақсы пікірді естіген адам одан да жақсы болуға тырысады. Бұл әсіресе ерлі-зайыптыларға аса қажет әдістердің бірі. Бүгінгі адамдардың бәрі де мейірімге, назарға, жылы сөзге шөлдеп жүр. Сондықтан комплиментті де шынайы ықыласпен айтар болсақ, бұл артында сауап тұрған құлшылық болып жазылады. Себебі жақсы сөз садақа. Төртінші әдіс: Алланы зікір ету мен духа намазын оқу. Алла елшісі: "Күн шыққан әр күні әрқайсының денелерінде неше буын болса, сонша садақа беруге тиістісіңдер. Әрбір айтылған субханаллах садақа болып табылады және әлхамдулиллах садақа болып табылады. Және әрбір айтылған ла илаха иллаллах садақа болып табылады. Және әрбір айтылған Аллаху әкбар садақа және жақсылыққа шақыру садақа болып табылады. Жамандықтан тыю садақа, бірақ осының бәрін таңертеңгілік оқыған 2 бас нәпіл намаз, дуға ауыстыра алады" деген. Видеомызды жалғастырмас бұрын шағын хабарландыру. Құрметті достар, біздің YouTube арнамызға күн сайын жаңа адамдар тіркеліп жатыр. Аллаға шүкір, рухани дүниелерге қызығушылық артып келеді. Мақсатымыз сіздерге ең пайдалы, ең қажетті рухани кітапшаларды барынша қолжетімді бағада ұсыну. Құрандағы 40 дұға электронды кітапшасы 50% жеңілдікпен бар болғаны 1000 теңге. Қазір 1000 теңгеге көп ештеңе келмейтін заманда біз сол ақшаға жүрекке тыныштық, жанға қуат беретін рухани қазына ұсынып отырмыз. Бұл кітапшада иман, отбасы, ризық тағы да басқа тақырыпта дұғалар бар. Сонымен қатар әр сатып алушыға сыйлыққа 5 керемет электронды кітапша беріледі. Олар пайғамбарлар дұғалары, кешірім сұрау дұғалары, мыңдаған сауабы бар 6 салауат, ризық арттырудың 15 жолы мен ризық пен береке туралы 25 дұға. Біздің тілегіміз әр көрерменде осы рухани электронды кітапшалар болсын, әр жүрек Аллаға жақындасын. Экранда көрсетілген нөмірге жеңілдік сөзін жазыңыз да, төлем жасап электронды кітапшаларды бірден алыңыз. Келесі әдіс: пісірген асыңнан көршілерге бөліп беру де садақа. Себебі Алла елшісі әйел адамға қойдың тұяғын берсе де, көршісіне жақсылық жасауда арланып, ұялмауды бұйырған.
Бірде сахаба Абдулла ибн Омар қатты сырқаттанып қалады. Жұбайы одан нені қалайтынын сұрайды. Ал ол балық жегісі келетінін айтады. Жұбайы дереу балық сатып келіп тымды ас пісіреді де алдына қояды. Абдулла ибн Омардың енді жей бергені сол еді, кенет есік қағылады. Арғы жақтан, ей Алланың құлдары, бізді тамақтандырыңдар деген дауыс шығады. Ол дереу ұлына балықты ұстатып келіп тұрған кісілерге беруді бұйырады. Сонда жұбайы, өзің біраздан ауырып аш жатырсың. Бұл тағамда өзіңнің жақсы көретінің. Мен де оған аз қаржы жұмсамадым дейді, налып. Сонда Абдулла, мен тағамды міскіндерге беруді бұйырдым. Өйткені, Раббым, сендер жақсы көрген нәрселеріңнен жұмсамайынша игілікке жетпейсіңдер деді емес пе? Дейді. Мұны естіген ұлы көз жасын ұстай алмай жылап жібереді. Расында, біздің садақамызға кедейлер емес, өзіміз мұқтажбыз. Біз садақа беру арқылы оларды емес, ең алдымен өзімізді құтқарамыз. Оларға емес, өзімізге жақсылық еткен боламыз. 6. Бұл әрбір тірі нәрсеге жасалған жақсылықта сауап бар. Бірде өзінің жолымен келе жатқан адам қатты шөлдей бастайды. Ол бір құдық тауып, онда түсіп шөлін қандырып шыққанда, шөлдегеннен лай топырақты жеп жатқан бір итті көреді. Осыны көрген ол өзіне өзі, бұл ит мен шөлдегендей қатты шөлдеп жатыр дейді де, қайтадан құдыққа түсіп аяқ киіміне су толтырып, оны тісімен тістеп сыртқа көтерілгенше тісінен түсірмейді. Сосын сыртқа шығысымен иттің шөлін қандырып су береді. Осы амал үшін Алла ол адамның бүкіл күнәларын кешіріп алғысын білдіреді. Мұны естіген адамдар, иә Алланың елшісі, бізге хайуандар үшін де сауап беріле ме деп сұрайды. Сонда пайғамбарымыз, сауап барлық тірі жан үшін беріледі деп жауап берген. Және де соңғысы шариғат рұқсат еткен барлық нәрселер садақа. Шындығында ақшам жоқ болса қалай садақа береміз деген сұрақ тек бізді ғана емес, ілгерідегі ізгі буынның бәрінде толғандырған. Бұған мына оқиға дәлел. Бірде пайғамбарымыздан сахабалары, бұлар кедей сахабалар еді, уа, Алла елшісі. Байлар көп сауап алады. Олар біз намаз оқығандай намаз оқиды, біз ораза тұтқандай ораза тұтады, және олар мал дүниелерінің артығынан садақа береді дейді. Сонда пайғамбарымыз, расында Алла сендер үшін садақа қылатын нәрсе жасады емес пе? Шындығында әрбір тәсбих, субханаллах деп айту, садақа, әрбір тәкбір, Аллаху әкбар деп айту, садақа, әрбір тахмид, әлхамдулиллах деп айту, садақа, әрбір тәһлил, лә иләһә илләллах деп айту, садақа, жақсылыққа бұйыру, садақа, теріске шығарылғаннан қайтару, садақа, сондай-ақ біреуіңнің жыныстық қатынас жасауында садақа дейді. Олар, уа, Алла елшісі. Біреу шахуатын қанағаттандырса, ол үшін де сауап алама. Деп таңғалғанда пайғамбарымыз, қалай ойлайсыңдар, егер ол шахуатын харам жолмен қанағаттандырса, оған күнә болады ма? Сол сияқты ол шахуатын халал жолмен қанағаттандырған жағдайда ол үшін сауап болады дейді. Демек, адамның шариғаттың шеңберінен шықпаған әрбір ісі, әрбір күні ол үшін садақа, сауап табудың мүмкіндігі екен. Жоғарыда айтылғандарды қайталап өтсек, күлімдеу де садақа, жолдан кедергіні алып тастау, жақсы сөз сөйлеу, Алланы зікір ету мен дуға намазын оқу, пісірген асыңнан көршілерге бөліп беру, әрбір тірі нәрсеге жасалған жақсылық, шариғат рұқсат еткен барлық нәрселер. Міне, қымбатты көрермендер, ақша шығармай садақаны осындай жолдармен жасауға болады екен. Қолына өмірдің әрбір сәтін құлшылыққа айналдыруға мүмкіндік берген мейірімді, жомарт, кең жаратушымызға сансыз көп шүкірліктер болсын. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.